Қазақты менсінбеймін деп оңбай таяқ жеді. Бұл жерде бірақ ешқандай локдаун болды. Дәл солай қайталады да Сұлтан қазір міне соңғы сарық етілген Сұлтанда Біз бүгін салмақ өлшеу рәсімінде өзін басынбақ болған қарсыласын Сұлтан Зәурбектің қалайша сабағандығы жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін Әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2021 жылдың 10 шілдесінде отандасымыз Сұлтан Зәурбек пен британдық Ронни Кларк есімді боксшының арасында өткен болатын. Бұл 25 жасар Сұлтанның кәсіпқой бокстағы 11 жекпе-жегі. Мансабын 3 жыл бұрын ғана бастаған ол әлі тәжірибе жинау үстінде еді. Fighting out the Shymkent, Kazakhstan. Ladies and gentlemen, please welcome Сұлтан Зәурбек. Ал қарсыласы 31 жасар Ронни Кларк өте тәжірибелі боксшы. Мансабында 21 жеңіске жетсе, 4 рет жеңілген екен. Британдық боксшы өзінің тәжірибесіне сенді ме? Салмақ өлшеу рәсімі кезінде Сұлтанның мысын басып тастамақ болады. Бірақ Сұлтан міз бақпайды, тіпті ашуланбайды да. Ронни Кларк, Арман Момынов, я думаю, достаточно подробно рассказал о регалиях. Екі солақай боксшы жекпе-жекті джеб арқылы бастайды. Тек раунд соңында ғана боксшылар сол қолды іске қоса бастайды. Появился на ринге, о чем он сам не раз говорит. Сұлтан Зәурбек достаточно несомненно пытался на Зәурбека, но Зәурбек все-таки человек не то. Если вы посмотрите на выходке Ронни, Сұлтан Зәурбек со стороны Ронни не прошла. Сұлтан Зәурбек спокойно, левша, пытается сейчас таким партизанским присматривались друг к другу. Екінші раундта британдықтың бір сарында шабуылдарын есептей бастаған Сұлтан қарсыласын сол қолмен қарымта соққыларға ұстай бастайды. Қажеті жоқ, әсіресе командалық спорт түрлерін айтамыз. Қаншама аяқтан шалмай керісінше арқаданға мәртебесін өсіреді. Үшінші раундта отандасымыз қарқынды күшейтіп сериялы соққылармен жұмыс істей бастайды. Британдық боксшы да түр білдірмей шабуылдап жатқанмен, әзірше оның соққыларының барлығы далаға кетіп жатыр. Мұхит асып келген мамандар керек деп жатады. Жинаушы тұрсын қайда әлі де қарсыластар джеб соққылармен алмастырып үйренісудің. Төртінші раунд басында Сұлтан тек джеб арқылы соққы жасап көбіне қорғанумен болғанмен, раунд соңына қарай қайтадан іске кірісе бастайды. Кез келген спортшы дәл солай айтады. Бос тұрғаны ғана өкінішті. Егер Арғарай бірнеше раунд бойы Сұлтан негізінен қарымта соққылармен жұмыс істеп, көрермендерге өзінің мінсіз қорғанысын көрсете бастайды. Ал Кларк болса шыдамды боксшы екен. Қанша соққы өткізсе де алға жүруін тоқтатар емес. Вот активный и хлесткий Дина Эванса последний раз в 2016 году Мартин слился, и вот считайте, с 2000 Ронни Кларк не проигрывает. Поэтому возможно сегодня Зәурбек раз за разом и скорее всего, но от удара Ронни Кларка еще один удар. 7 часов давителя WBO просил. Тәжірибелі қарсыласын арқанына төтеп беріп қана қоймай, туған жерде бірінің артынан өлшеу рәсімінде Кларк боксшылар өте жылдам бір-бірінің жеңіске жетуі керек.
Соңғы 10-шы раунд аяқталуға 1 минут қалғанда Сұлтан қарсыласының шабуылын іліп алып, тура бүйірден ауыр соққыны кигізіп жібереді. Өкпесінде ауа тарылып, қаша жөнелген британдықтың ішіне Сұлтан тағы да бірнеше соққыны өткізіп үлгереді. Дәл солай қайтылады. Қарсылас ұмтылғансында Сұлтан қазір міне соңғы қазір қындап қалған сәтін енді міне шабуылға шығып жүрген. Бірақ Кларк та мінезді боксшы екен. Жекпе-жек соңына дейін аяғында тұрып қалады. Сұлтанның жанды жеріне Кларктан басқа ешкім сезін алған жоқ. Жарайсың Сұлтан, міне. Бұл жекпе-жекте Сұлтан ұпай санымен жеңіске жеткен болатын. Сұлтан Заурбек Бұл кезде оның тәжірибесі әлі аздау еді. Қазір отандасымыз мұндай қарсыластарды демалдырмай қуалап, тізе бүктіруге әбден шамасы жетеді. Сұлтанның ендігі жекпе-жегі 1 наурыз күні аргентиналық қарсыласқа қарсы өтетін болады. Батырымызды қолдау үшін лайктарыңызды аямаңыздар. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы.